Компания Нур Астана Курулус производила строительство данной школы 107-й. Для нашей команды это был вызов, так как данный проект являлся национальным проектом. Было очень интересно, было очень захватывающе. Думаю, что у нас получилось очень качественно, с интересным дизайн-проектом, с огромными спортзалами, с актовым залом, с оснащением данной школы, я думаю, одна из лучших. Осы мектептің құрылғыларын бәрін көрдім. Өнен кейін мұғалімдарын да, директорларын да көрдім. Сондай мейірімді, қайырымды. Сонан кейін осы 82-ден ұлымды осы мектепке әкеп алмастырдым. Бұл жерде балаларға тиімділік өте жоғары, балаларға өте басымдылық болмайды. Ал енді маған ұнағаны мұғалімдардың. Ал енді оқу ағарту саласының балаларға жасаған мына осы жерден тамақ ішу не болады екен, және де жалпы жердегі мектептің балаларға дайындаған шарт жағдайларына мен өте ризашылығымды білдіремін. Амансыз ба қазақ елім? Біз міне ата-аналар болып, кәдімгідей осы жерге мектеп салып берсінде біраз белсенді ат салдық. Сондықтан мың рахмет. Көп мынау еңбек қажет етеді мына мектепті салуға, оңай емес. Бұған қаншама қыруар ақша кетеді. Бір істі қолға алу деген біраз жылдар кетеді деген сияқты. Сол біздер 2018-де міне белсенді болып ат салдық. Бұл жайлы мектеп, шынымен де жайлы мектеп, заман талабына сай. Бүгін біз өте қуаныштымыз. Өйткені 107-ші орта мектеп, жайлы мектеп ашылып отыр. Бүгінгі таңда мектепке 500 оқушы қабылданды, 45 педагог қабылданды. Оның ішінде педагог зерттеушілер де бар, педагог шеберлер де бар, сондай-ақ жас мамандар мен магистрлер де жұмыс жасауда. Мектеп заманауи үлгіде жабдықталған. Мектепте 21 оқу кабинеті бар. Оның 10-ы бастауыш сыныбына арналса, 11 кабинет орта буын мен жоғарғы буынға арналған. Одан бөлек робототехника кабинеті жұмыс жасайды, систем лаборатория кабинеті жұмыс жасайды, инклюзия кабинеті бар. Барлық кабинеттер заманауи үлгіде жабдықталған.